Армысыздар, эфирде Бай Медиа. Почему кулуарно решили вопрос построить там библиотеку без общественного слушания? Нарушили закон, отменили генеральный план и незаконно, кулуарно решили построить библиотеку. Работы по дальнейшему продолжению строительства этого библиотеки. В то же время я подтверждаю, есть планы по строительству совместно с парком и библиотеки. Эта библиотека – социальный объект. Предполагается, что будет такая же библиотека, как в Анкаре или в Осле, которая будет работать 24 часа в сутки. Астана жасыл мегаполиске айнала ала ма деген сұрақ ашық күйінде қалып отыр. Өйткені 2023 жылдың жазында президент Қасым-Жомарт Тоқаев 5 жыл ішінде Астананы бақша қаласына айналдыруды тапсырды. Бірақ бұл мақсатқа жету мүмкін бе? Неге десеңіз, Астана әкімшілігі халық наразылығына қарамастан желілік саябақтың орнына тұрғын үй ғимараттарын салуды шешкен. Астаналықтардың ойынша бұл әкімшілікке тиімді. Бірақ құрылыс компаниялары тек пайданы ғана ойлайды. Оларға қаланың дамуы, тұрғындардың таза ауамен тыныс алуы қызықтырмайды. Мына квартираны, пәтерді сатып аларда бізге айтқан, мынау жерде линейный парк болады деді. Сондықтан біз осы жерден үй алдық. Қазір қарасақ, қаншама үйлер салып жатыр. Бір жерде бір парк жоқ. Енді осы парк үшін 2016 жылдан біз күрес жүргізіп жатырмыз. Еске салсақ, желілік саябақ Астананың сол жағалауындағы беделді аудандардың бірінде 11,3 гектар аумақты алып жатыр. Ол Сығанақ, Түркістан, Ақмешіт, Алматы көшелерінің шаршысында Әбу-Даби Плаза кешенінің артында орналасқан. Бас жоспар бойынша саябақ Есіл өзенінің бойындағы саябақпен, ботаникалық бақпен және Экспо 2017 көрме кешенінің саябақ аумағымен бірге Астананың жасыл екпелер жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 2018 жылы жоба авторлары саябақта көп деңгейлі ойын алаңы, коньки алаңы, лабиринт пен батут ойын алаңы, құрғақ субұрқақ, көше суретшілеріне арналған алаң, шахмат алаңы, арқан саябағы, жасыл алаң және 2,12 шақырымдық веложолдар пайда болады деп мәлімдеді. Бірақ бұл жұмыстардың барлығы дерлік тоқтап қалды. Мына артымыздағы линейный парк, соған қорғап, мұнда талай құрылыс саламыз, көп тұрғын үй саламыз деді, енді библиотека саламыз, соған біз қарсымыз. Қарсымыз білдіреміз. Біздің Мырза Тақаев президент айтты, заң бойынша линейный парк, генплан бойынша. Генплан болады. Ол солай жоспар болса, линейный парк болады. Енді біздің президенттің сөзін жерге тастап жатыр чиновниктар. Соған біз қарсымыз. Олар авторитетін жойып жатыр біздің президенті. Бізбен санаспайды, президентпен санаспайды. Сонша кім олар, чиновниктар? 2020 жылы желілік парк аумағының бір бөлігі тұрғын үй кешенінің құрылысына берілгені туралы ақпарат пайда болды. Бұл жаңалық Есіл ауданының тұрғындарын дүрліктірді. Олар жаңа үйлердің пайда болуы, қолда бар инфрақұрылымға қосымша ауыртпалық түсіретінін түсіндіріп, дамуға наразылық білдірді. Бұл ретте ауданда мектептер, балабақшалар мен емханалар жетіспейді. Яғни инфрақұрылымдық ғимараттар жоқтың қасы дейді тұрғындар. Әкімшілік болса саябақ орнына кітапхана салайық деп халықты тағы бір шулатты. Халықтың пайымдауынша Астана кітапханадан тапшылық көрген емес. Оның үстіне қала тұрғындары қазір шын туайтында кітап оқып жарытпайды. Керекті ақпаратты қысқа нұсқа түрінде интернет ғаламдық желісінен ала салады. Енді мына қараңыз мұнан. Керуен қарсында национальный библиотека тұр. Бос. Енді бір 5-6 кісі отыратын шығар, қаншама бюджеттің ақшасы кетеді ол библиотекаға. Қаншама елдер онда жұмыс істейді. Енді президентский парк міне мынау жерде тұр ғой. Ана президенттің паркының қасында президенттік библиотека. Онда ешкім бармайды. Енді онда библиотека керек болса, студенттер көп жерде салмай ма?
Сонымен қатар желілік саябақ қаланың осы бөлігіндегі жалғыз жасыл аймақ болып табылады. 2 жыл бойы жақын маңдағы үйлердің тұрғындары мен экологиялық белсенділер әкімдікке шағымдар мен түрлі инстанцияларға өтініштер жазды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне шағымданды. Әкім библиотека болады, вопрос решен деп біздің депутатқа жауап берді. Енді Есілдің әкімі встречада маған былай айтты: библиотека болады, вы и так хорошо живете деп. Ол не деген сөз? Хорошо живем. Біз немене оған құқымыз жоқ па? Жақсы тұруға. Біздің сұрайтымыз мына линейный парк. Японский архитектор осыны енгізген. Сондықтан біздің тілеуіміз библиотека керек жоқ, тек қана линейный парк. Мәселенің шешілуіне атсалысқандар қатарында Баймедиа тілшілері де бар. Нәтижесінде елордалық билік желілік саябақтың аумағын тұрғын үйлермен салу жоспарынан бас тартты. Жергілікті шенеуніктер Қазақстан президентін тыңдап, егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын түзетті. 2022 жылдың наурыз айында әкімдік ресми мәлімдеме жариялады. Сарапшылардың пайымдауынша, қазіргі мегаполистің тұрғыны үшін жасыл орта, лифт немесе автотұрақ сияқты маңызды бап болып табылады. Терезедегі әдемі көріністе, мысалы өзенге, саябаққа, тоғайға деген көзқарас адамға тыныштық пен денсаулық сыйлай алады. Оның үстіне табиғат пен қарым-қатынастың тактильді сезімдері де маңызды. Мысалы шөпке отыру, ағаштың діңіне қол тигізу, үйде өз қолыңызбен гүл отырғызу адам денсаулығына пайдалы екені сөзсіз. Сонымен қатар қаладағы саябақ аймақтары бірқатар экологиялық мәселелерді шешеді. Әзірге қаланың өкпесі саналатын саябақ аздығынан және машина көптігінен тұрғындар түрлі дерттерге шалдығып келеді. Өкпе, онкологиялық аурулардың, аллергияның өсуі байқалды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша саябақ 15 минуттық жаяу жүретін жерде болу керек. Сондай-ақ экологиядан басқа саябақ қаланы брендтеудің тиімді құралы болып табылады. Нью-Йорктегі орталық саябақты еске түсіріңіз. 2009 жылы ашылғаннан бері саябақ бірден Нью-Йорктың басты көрікті жеріне айналды, және мұнда келетін туристер ағыны жыл сайын артып келеді. 2012 жылдың қаңтарында беделді Travelation журналы саябақты әлемдегі ең танымал ондыққа қосты. Оның құрылуы Нью-Йорктегі экономикалық ғажайып болды. 2 миллиард доллар көлеміндегі жеке инвестициялардың арқасында ауданда 20 мың жаңа жұмыс орны құрылды. Сонымен қатар саябақ бұл қалаға туристерді ғана емес, осындай кеңістігі бар креативті, талантты адамдарды тарту тәсілі. Бұл Астана әкімшілігіне құлақ қағыз. Осымен тәмам. Қандай да бір мәселелеріңіз болса, редакцияға хабарласыңыздар.